Сәлеметсіңдер ме балалар, бүгін біз 4-ші сынып 89-шы сабақты өтеміз. Бүгінгі сабақта бір бағыттағы қалып қою қозғалысы туралы өтеміз. Бірінші тапсырма есепті шығар. Тайғақ жолдағы екі автокөліктің арасындағы қауіпсіз қашықтықты мынадай ереже бойынша есептеуге болады. Олардың жылдамдығы 2-ге көбейтіледі, сонда метрмен алынған арақашықтық шығады. Мысалы, 50 км/сағат жылдамдық үшін лайықты арақашықтық 100 метр. Көрсетілген жылдамдықпен жүріп келе жатқан автокөліктерге арналған қауіпсіз арақашықтықты есепте дейді. Енді бізде 50 км/сағатты 2-ге көбейтеміз, сонда 100 км/сағат деп, бірақ бізде 100 метр деп метрмен алып, соның арақашықтығын табамыз деп тұр. Сонда 100 метр екен. Келесі 60 км/сағат болған кезде бізде 40 км/сағат, сонда олардың арақашықтығы бізде 120 метрға тең болады екен, 60 км/сағаттікі. Келесі 40 км/сағат жылдамдықпен келе жатқан машинаның арақашықтығы 80 метрға тең болу керек. Келесі 75 км/сағат жылдамдықпен келе жатқан арасы бізде 150 метрға тең болу керек екен арақашықтығы. Енді келесі тапсырма сызбаға қара. Сызбаға қара, өрнектерді оқы. Олар нені білдіреді? Қандай формула қолдандық деп тұр. Бірінші бізде 60 км/сағат жылдамдықпен қозғалып келе жатыр А нүктесінен, келесі Б нүктесінен 10 км/сағат жылдамдықпен қозғалып келе жатыр. Олардың арақашықтығы 200 км, сонда бізде уақытты табу керек. Өрнекті оқы, олар нені білдіреді? Қандай формула қолдандық деп тұр. Яғни бізде бұл жерде жақындау жылдамдығын қолданамыз. Бірінші жылдамдықтан екінші жылдамдықты азайтамыз. Сонда 50 км/сағатқа тең болады жақындау жылдамдығы. Енді уақытты табу үшін бұл жерде арақашықтықты жылдамдыққа бөлеміз, сонда 4 сағатқа тең болады. Яғни бізде бірінші осы формуланы қолданамыз. Келесі Т тең С бөлу В, жақындау жылдамдығын қолданамыз. Және де бізде 200 бөлу 50, сондай-ақ 60 азайту 10 деген өрнектерді қолданып шығардық. Енді келесі тапсырма есепті шығар. Бір елді мекеннен бір уақытта және бір бағытта 75 км/сағат жылдамдықпен жеңіл автокөлік және 50 км/сағат жылдамдықпен автобус жолға шықты. 3 сағаттан кейін олардың арақашықтығы қандай болады? Жеңіл автокөлік пен автобустың арақашықтығы және қозғалыс уақыттары көрсетілген. Бірінші бізде осы жерден 3 сағаттікін тауып алайық. Бірінші 3 сағаттікін тапқан кезде бізде арақашықтығы қандай болады? Бұл жерде бізде қашықтықта жылдамдығын табамыз. Ол үшін жеңіл автокөліктікінен азайтамыз. Автобустың жылдамдығын азайтамыз. Сонда бізде 25 км/сағатқа тең болады. Келесі біз арақашықтықты табу үшін жылдамдықты уақытқа көбейтеміз. Сонда 75 км/ға тең болады. Енді келесі 1 сағаттікін табу үшін біз тек қана осы жерге S тең V қашықтықта бізде мәні бірдей болады. Осы формуланы қолданамыз. Сонда бізде S тең 25-ті 1-ге көбейтеміз. Уақыт 1 болған кезде, сонда 25 км/ға тең болады. Келесі S 2 сағат болған кезде бізде 25-ті 2-ге көбейтеміз. Сонда 50 км/ға тең болады. 50 км болады. Енді келесі тапсырма есеп бойынша сызбасыз және оны шығар. Бір елді мекеннен бір уақытта және бір бағытта 70 км/сағат жылдамдықпен жеңіл автокөлік және 90 км/сағат жылдамдықпен автобус жолға шықты. Неше сағаттан кейін олардың арақашықтығы 60 км болады деп тұр. Енді сызбасын сызып көрейік. Бірінші бізде V1, яғни бұл жерде автобус, келесі V2 жеңіл автокөліктің жылдамдықтары көрсетілген. Сызбасын осылай сызамыз және олардың арақашықтығы 60 км. Енді қашықтау жылдамдығын тауып аламыз. Ол үшін автобустың жылдамдығынан азайтамыз, жеңіл автокөліктің
жылдамдығын, сонда 20 км сағатқа тең болады. Енді уақытты табамыз. Арақашықтықты жылдамдыққа бөлеміз, сонда 3 сағатқа тең болады. Жауабы 3 сағаттан кейін олардың арақашықтығы 120 км болады. Келесі тапсырма: сызбаны қара, есеп құрастыр және оны шығар. В1 біріншісінің жылдамдығы бізде 16 км сағат, екіншісі 25 км сағатқа тең. Енді бізде уақыты 4 сағаттан кейін олар кездеседі деп тұр. Осы жерден біз арақашықтықты табуымыз керек. Ол үшін қашықтау жылдамдығын табамыз. Қашықтау жылдамдығы 9 км сағатқа тең болады. Яғни В1-ден В2-ні азайтамыз. Келесі қашықтау жылдамдығын көбейтеміз уақытқа, сонда 36 км-ға тең болады. Жауабы 4 сағаттан кейін олардың арақашықтығы 36 км болады. Келесі тапсырма: есепті шығар. Бір елді мекеннен бір уақытта бір бағытта жеңіл машинамен автобус жолға шықты. Автобустың жылдамдығы 70 км сағат, ал жеңіл машина жылдамырақ жүріп 3 сағаттан кейін автобустан 60 км-ге озып кетті. Жеңіл машинаның жылдамдығы қандай деп тұр. Яғни суретте көрсетіліп тұр. Автобустың жылдамдығы 70 км сағатқа және жеңіл автокөліктікі белгісіз. Олардың уақыты 3 сағаттан кейін озып жетеді деп тұр. Арақашықтығы 60 км-ға тең екен. Енді қашықтау жылдамдығын табамыз. S бөлу T формуласын пайдаланып, сонда 20 км сағатқа тең болады. Енді жеңіл машинаның жылдамдығын табу үшін бізде қашықтау жылдамдығына қосамыз автобустың жылдамдығын, сонда 90 км сағатқа тең болады. Жауабы жеңіл машинаның жылдамдығы 90 км сағатқа тең. Келесі тапсырма: есепте 49765 қосу 24356 саны қосатын болсақ 74121 санына тең болады. Келесі 37008-ді азайтамыз 12385-тен 24623 санына тең болады. Келесі көбейту амалын шығаратын болсақ, бізде 2.748.248.200 санына тең болады. Келесі 17346-ны бөлеміз 354-ке, 49-ға тең болады. 12210-ды 185-ке бөлсек 66, 8058-ді көбейтеміз 125-ке. Бұл жерде бізде 1.07250 санына тең болады. Келесі тапсырма: ойлан және жауап бер. Қорапта 4 көк және 4 жасыл текше жатыр. Қораптан қарамай 2 текше алынса, олардың түсі қандай болуы мүмкін? Алынған текшелердің арасында жоқ дегенде бір жасыл текше болу үшін неше текше алу керек деп тұр. Яғни бірінші қарайтын болсақ, бізде бірінші рет алған кезде екеуі де көк болуы мүмкін, келесі екеуі де жасыл болуы мүмкін, келесі жасыл немесе көк болуы мүмкін. Сонда бізде 3 рет алу керек. Мына жерде 3 рет алған кезде бізде жасыл шығу ықтималдығы болады. Келесі екінші нұсқасында көк жасыл және жасыл шығуы мүмкін. Яғни орындары дәл осындай болып, орындары ауысқан кезде бізде бәрібір сонда 3 рет алу керек екен. 2 текше алынған кезде. Енді келесі бізде бір жасыл текше болу үшін деп тұр. Бір жасыл текше болу үшін бізде мына жерде 1, 2, 3, 4. Төртеуі де көк болып, біреуі ғана жасыл болу мүмкін, сонда 5 рет алу керек болады жасыл шығу үшін. Келесі тапсырма: есепті шығар. Елді мекендердің бірінен 2 автобус бір уақытта және бір бағытта жолға шықты. Бірінші автобус 65 км сағат жылдамдықпен қозғалды, ал екіншісі жылдамырақ қозғалып 2 сағаттан кейін бірінші автобустан 40 км-ге озып кетті. Екінші автобус қандай жылдамдықпен қозғалды? Яғни бірінші автобус 65 км, келесі автобус, екінші автобустың жылдамдығы белгісіз. Осын табу керек. Ол үшін біз қашықтау жылдамдығын табамыз. Арақашықтықты уақытқа бөлеміз, сонда 20 км сағатқа тең болады. Екіншісінің жылдамдығын табу үшін осы қашықтау жылдамдығына қосамыз, бірінші автобустың жылдамдығын қосамыз. Сонда 20-ға 65-ті қосақ 85 км сағатқа тең болады. Жауабы екінші автобустың жылдамдығы 85 км сағатқа тең болады. Сонымен бүгінгі біздің сабағымыз бітті. Сау болыңыздар. Менің каналыма тіркеліп қоңырауша белгісін басуды ұмытпаңыздар. Күнделікті тапсырмаларды бірге орындайық.